Саламатсыздар ма оқырмандарым? Қалай қатерлі ісіктің алдын алуға болады? Бүгін осы сұраққа доктор Гуптаның айтқан кеңестерімен бөлісемін. Қызықты, пайдалы видеоларымды өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Доктор Сумант Гупта Үндістандағы атақты онколог. Онколог ретінде 10 жылдан астам тәжірибесі бар. Оның сараптама саласына қатерлі гематологиялық аурулар, сүйек кемігін трансплантациялау, дін жасушаларын трансплантациялау, өкпе рагын емдеу жатады. Доктор Гупта былай дейді: қатерлі ісіктен ешкім өлмеуі керек. Қатерлі ісіктің алдын алу жолдары: бірінші қадам қантты тұтынуды тоқтату. Ағзада қант болмаған кезде рак клеткалары табиғи түрде өледі. Екінші қадам: бір стакан жылы суға араластырылған бір стакан лимон шырынын ішу. Шамамен бір айдан кейін рак клеткалары азаяды. Ыстық лимон шырынын ішу қатерлі ісіктің алдын алады. Тек оған қант салмаңыз. Ыстық лимон шырыны суық лимон шырынына қарағанда пайдалы. Мэриленд университетінің зерттеуі табиғи дәрілердің химиялық заттарға қарағанда 1000 есе жақсы екенін көрсетті. Үшінші қадам: таңертең және кешке 3 ас қасық органикалық кокос майын қолдану арқылы қатерлі ісіктің қаупін азайту. Қант диабетінің алдын алу үшін емдеудің екеуін де қолдануға болады. Сары және күлгін картоп қатерлі ісіктің алдын алады. Жиі тамақтану және дұрыс тамақтанбау асқазанның қатерлі ісігінің қаупін арттырады. Аптасына 4 жұмыртқадан артық жеуге болмайды. Тауықтың арқасын, жамбас тағы басқа жерлерін жеу асқазанның қатерлі ісігін тудыруы мүмкін. Тамақтан кейін ешқашан жеміс жеуге болмайды. Жемістерді тамақ алдында жеу керек. Етеккір келгенде шай ішпейік. Соя сүтін аз тұтынайық. Аш қарынға қызанақ жеуде қатерлі. Шаршауды болдырмау үшін күнде таңертең тамақ алдында 1 стақан су ішу. Ұйықтар алдында 3 сағат бұрын тамақ ішпеңіз. Судан бас тарту қант диабеті мен гипертонияның тудыруы мүмкін. Тамақтанудың негізі суды көп тұтыну болуы керек. Ұйықтап жатқанда телефонды өзіңізден алыс ұстаңыз. Қуық қатерлі ісігінің алдын алу үшін 10 стакан су ішіңіз. Түнде емес, күндіз көбірек су ішіңіз. Күніне 2 кеседен артық кофе ішу ұйқысыздық пен асқазан проблемаларын тудыруы мүмкін. Майды аз тұтыну керек. Ас қорыту 5-7 сағатқа созылады. Бұл сізді шаршауды арттырады. Кешкі сағат 17:00-ден кейін аз тамақтаныңыз. Банан, жүзім, шпинат, кәді, шабдалы сізді бақытты етеді. Күніне 8 сағаттан аз ұйықтау мидың жұмысына әсер етеді. Күндізгі жарты сағаттық үзіліс жас көрінуге мүмкіндік береді. Қайнатылған қызанақтың шикіге қарағанда емдік қасиеті жоғары. Бүгінгі видео осымен аяқталды. Видео ұнаса лайк басып пікір жазуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.